Вы думаете, мы вас не слушаем? Я вам еще раз говорю, все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением. Предупреждаем всех государственных чиновников. Ешқандай біреулердің жақыны, туғаны, жердеші, же болмаса чоғыл қызмат іштеген деген замом, же начальником деген болбой. Все, кто нарушает закон, особенно по части коррупции, будет приниматься немедленные меры. Мамлекеттік қызматқа жүрегі менен берілген, ақыл есі менен туйған ғана, мамлекетке мекеншілдік, патриоттуулық сезімі менен қызмат қылған адамдар ғана керек.